Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дүниежүзі аймақтарының табиғи әлеуеті. Табиғи әлеует дегеніміз не? Табиғи ресурстар, экожүйелер, тұрақты даму негізі. Яғни табиғи ресурстарға жер, су, топырақ, орман жатса, экожүйелерге тірі организмдер мен олардың қоршаған ортасы арасындағы күрделі байланыстар жүйесін жатқызамыз. Ал тұрақты даму негізіне тіршілік пен табиғи әлеумет экономиканың тірегі болашақ ұрпақ үшін сақталуы тиіс құндылығын жатқызамыз. Келесі дүниежүзілік ерекше қорғалатын табиғи аумақтар. Дүниежүзінде 13 мыңнан астам ерекше қорғалатын табиғи аумақтар бар. Олар жер бетінің шамамен 8,5%-ын қамтиды. Бұл аймақтар биологиялық әртүрлілікті сақтау, табиғи процестерді қорғау және ғылыми зерттеулер үшін маңызды. 10 түрлі санат, мысалы, ұлттық саябақтар, табиғи ескерткіштер, қорықтар жатады. Мысал алатын болсақ, Германия жеріндегі 31,5%, ақш-та 15,8% ерекше қорғалатын бұл елдердің табиғи қорғауға деген ұмтылысын көрсетеді. Қазақстандағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар кең байтақ жер. Қазақстанның жалпы жер аумағының 8%-ын, яғни 2 миллионнан гектардан астам ерекше қорғалатын аумақтарға бөлінген. Қорықтар мен саябақтар: 10 мемлекеттік қорық, 10 ұлттық саябақ, 3 резервтік және басқа да қорғалатын табиғи аумақтар бар. ЮНЕСКО-ның мысалы мұрасына Қорғалжын және Наурызым қорықтары сияқты нысандар мысалы бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген болатын. Қазақстанның табиғи биоалуантүрлілігіне мысалы 835 омыртқалы жануар, 178 сүтқоректілер, 489 құс түрлері сирек кездесетін қызыл, қаз, мысалы аққулар жатады. Сонымен қатар қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктер 387 түрі бар. Жануарлар 131 түрі бар. Қар барысын сақтау Қазақстандағы табыстар. Мысалы, қар барысы Қазақстанның табиғи символы. 1995 жылы олардың саны 80-100 бас болса, бүгінде тұрақты өсу байқалады. Яғни стратегия, бұл жерде іс-қимыл жоспарлары және қорғалатын аймақтар 8 ерекше қорғалатын негізгі аумақ рөл атқарады. Яғни климат өзгерісі мен антропогендік қауіптерге келетін болсақ, жабайы табиғаттың жоғалуы, климаттың өзгеруі Қазақстандағы апаттар дейді. Бұл жерде осы үш түрде, мысалы, апаттар дегенге келетін болсақ, Арал теңізінің құрғауы және Балқаш көлінің экологиялық жағдайы Қазақстанның маңызды проблемалары болып тұрады. Ал климаттың өзгеруіне келетін болсақ, құрғақшылық, су тасқындары, орманның жойылуы сияқты қауіптер әлем бойынша кең таралуда. Сонымен қатар бізде қорытындылай келе, табиғат біздің ең қымбат байлығымыз. Бұл біз үшін өте маңызды. Сол себепті